10 аптаға келетін болсақ, акушерлік 10 апта деп аталады. Өйткені біз бұны бірінші сіздің аяқталған менструальдық циклыңызбен есептегенде ол акушерлік апта болып саналады. Бұл енді сіздің ішіңіздегі эмбрион емес, ұрық болып саналады. Бұл бала көбінесе размерлеріне келетін болсақ, қазір бала құлпынайдай, клубника дейді, 31-42 миллиметрге дейін болады, салмағы 5 грамм. Жалпы бала деген бұрынға қарағанда өсіп қалды қазір. Және де бұл қазір баланың, егер УЗИден қарайтын болсақ, толықтай қолы бар, аяғы бар, арасында қозғалтып қояды аяқ қолын. Солай жүрегі соғып тұрған ұрық болып саналады. Жалпы баланың сыртқа қарағандағы бұрындағыдай нүкте сияқты, домалақ сияқты, немесе айттық қоқарешкі сияқты ондай емес. Бала дегеніміз дәл адамның формасында, тек қана кішкентай көлемде, бірақ барлығы қолы, басы, миы барлығы жұмыс істеп тұр, жүрегі соғып тұр. Сондықтан сізді құттықтаймын, 10 аптада бала ұрық болып саналады. Және де бұрынғы акушерлік апталарыңызда сізде көбінесе ішіңіз білінбейтін еді. Қазір баланың өскеніне байланысты ішіңіз білінеді. Бірақ сыртқы көзге білінбеуі мүмкін, бірақ сізді шешініп өзіңіздің ішіңізді қараған кезде шамалы ішіңіздің шыққанын көресіз. Және де ішіңізді қаттырақ бассаңыз, шамалы сипалап көрсеңіз, ішіңіз қатты екенін сезесіз. Және де қазіргі кезде баланың барлық сүйектері, басы, нерв жүйесі дамып жатқасын сізге көптеген кальций жеу керек. Кальцийдің қай тағамда бар екенін айтып кетсем, ең көп кальций әрине сырда, және де сүттен жасалған тағамдарда, творогта, бобовый дейді, және де балықта, және де балық өнімдері, жаңағы креветка дейміз, капустада жақсы бар. Және де сіз көбінесе жасыл тағамдарды, яғни шөптерді біз көбінесе жей бермейміз, қазақ халқы. Бірақ жеуіміз керек, өйткені балаға сол арқылы көп витаминдер барады. Қазір бала ең дамып жатқан кезі, барлығы жақсы болу үшін сондай көп жақсы тамақтану керек. Және де бұл кезде сіздің жалпы әйел адамның қандай өзгерістер болады ағзасында, соны айтып кетсек. Бұл кезде жалпы сіз қан айналымы көбейгендіктен жаңағы ішіңізде бір өзгеріс болып жатқанын өзіңіз сезесіз. Жаңағы матка үлкейеді, матканың размері 2 есе 3 есе үлкейген, жалпы оның қан айналымы күшейеді. Жалпы ішіңізде сіз қан айналымы барлығы соған, ағзаңыз баланы алып қалу үшін, баланы өсіру үшін, сол бірінші үлкен мақсаты болып тұрады. Не жетпесе де сіздің ағзаңызға жетіспеуі мүмкін, бірақ барлық сіздің ішіңізден, ресурстарыңыздан, ағзадан алып балаға жіберіп отырады барлығын. Сондықтан сізде шамалы бас айналуы мүмкін, өйткені барлығы, жаңа айттым ғой, маткаға, ағзаның бәрі, қанның бәрі маткаға барып жатқасын, сіз бас айналу белгілерін болуы мүмкін. Немесе осы кезде токсикоздың ең күшті болып жатқан кезде басталды. Ол шамалы, оны токсикоз көбінесе көп әйелдерде болады, сондықтан оны шыдау керек. Токсикоздың сатылары бар. Әрине сіз 1-2 рет құсып, немесе ішіңіз кетіп, жүрек айнулары болып жатса, оны су ішу арқылы, жалпы кішкентай бөліп 5-6-7 рет күніне тағамақтану арқылы жалпы оны шешуге болады. Ал егер сізде одан көп рет құсып, 4-5-6 ретке дейін құсып, мүлде тамақ жемей алсаңыз, одан әрі су ішпей алсаңыз, әрине сізде гинекологыңызға барасыз. Өйткені олай үйде отыруға болмайды. Бұл балаңызға өте зиян. Көбінесе токсикоз кезінде далаға шығып, серуендеуге, таза ауа жұтуға өте міндеттісіз, өйткені токсикоз сумен шамалы басылады.
Жаңа гормоныңыз осы кезде неше түрлі гормон, баланың гормоны, баланы сақтап қалатын гормондар, прогестерон, немесе хорион бүрлері бөлетін баланы сақтап қалатын, баланың барлық ағзасы дұрыс даму үшін барлық сіздің гормондарыңыз осы жақта шулап тұрған кез болғасын, сіздің ағзаңыз әртүрлі жағдайда әртүрлі жалпы жай күйде боласыз. Мысалы, сіз гормондық дисбаланс болғандықтан бұл жерде сіз бір нәрсеге қатты ашуланғыш болуыңыз мүмкін, бір жерге настроениеңіз түсіріп, болмайтын жерде жылап жүруіңіз мүмкін, кино көріп отырып жылап жүруіңіз мүмкін, немесе үйдегі жақындарыңызға қатты сөйлеп, немесе күліп жіберіп, немесе отырып өзіңізден өзіңіз жылап жүріңіз, әртүрлі күйде болуы мүмкін. Ол бәрі жақсы нәрсе. Ол бәрі болатын нәрсе барлық жүктілерде болады. Біреуінде аз болады, біреуінде мүлде болмайды, біреуінде көп әйелдерде ондай болады. Сондықтан оған да үйрену керек. 9 айдың ішінде ондай болып тұрады. Және де көбінесе 10-шы аптадан бастап жалпы матка үлкейіп, жатыр үлкейіп, сіздің қуығыңызға басады. Қуығыңызды басып, сіз көп дәретке баруыңыз мүмкін, кіші дәретке. Және де кіші дәретпен бірге үлкен дәретіңіз шамалы запор дейді, ішіңіз қатуы мүмкін. Ол да бар, ол да гормондардың әсері. Оның бәрі кетеді. Көбінесе жалпы 20 аптаға дейін мынау бала шамалы үлкен өскен сайын, өскенде сіздің асқазаныңызға қарай жоғары қарай өседі. Сол кезде қуықты қатты баспайды. Сол кезде кіші дәретке шығу азаяды. Және де осы кезде 2 келі, 1,5 келі, 1 келі қосасыз. Егер сізде токсикоз аз болса, ол сіз мүлде қоспауыңыз мүмкін, азайып қалуы мүмкін сіздің неңіз, өзіңіздің салмағыңыз. Егер сізде токсикоз жоқ болса, 2 килограммға дейін қосып алуыңыз мүмкін. Сондықтан ол барлығы қалыпты нәрсе. Қорықпаңыз. Және де бұл кезде сізден қосымша выделениялар қандай болу керек? Жалпы выделение, егер сіз ешқандай аурусыз болса, барлығы жақсы кезде әйелде выделение болу керек. Оның түссіз болу керек. Және де аз мөлшерде болу керек. Және де ешқандай иіс болмау керек. Егер сізде иіс пайда болса, түсі өзгерсе, немесе қызғыш болса, немесе қоңыр болса, сары болып кетсе, немесе жап-жасыл болып кетсе, ол дегеніміз сізге жағы инфекция немесе салқындатып алдыңыз деген сөз. Бірден гинекологқа бару керек. Астыңызға мүмкін жаңағы былайша айтқанда свечалар салу керек, санация жасау керек. Санация дегеніміз тазалау керек ішті. Сондықтан өйткені ол жерде бала жатыр. Ол жерді таза ұстау керек. Ондай оған қоса температура болса, әрине сіз гинекологқа барасыз. Және де егер астыңыздан қан кетіп жатса, ол үлкен белгі, оны бір немқұрай қарауға болмайды. Бұл дегеніміз баланы тастауға деген үлкен риск болып табылады. Сондықтан егер астыңыздан қоңыр выделение, ол қанға айналып жатса, немесе выделениеңіз іш ауруымен бірге болса, ол кезде әрине 103-ті шақырасыз да, бірден ауруханаға барасыз. Ол жерде сізге дәрігерлер ешқандай сізді қобалжытпай бірден жатқызу керек. Өйткені ол кезде көбінесе көп жүруге де болмайды. Және де күйеуіңізбен секспен айналысуға, жалпы жыныстық қатынас дейді қазақшасы, солай айналысуға болмайды әрине бұл кезде. Және де жалпы ешқандай проблема жоқ, ешқандай жаңағы выделение жоқ кезде, жалпы жағдайыңыз 10-шы аптада жақсы болса, сізге секспен айналысуға бола ма? Осындай сұрақтар келіп жатыр. Әрине болады. Бұл жүктілік деген ауру емес, жүктілік деген қалыпты нәрсе. Сондықтан секспен айналысуға күйеуіңізбен болады. Қалай екенін айтып жүрсем, әрине қандай
қатты қимылсыз. Өйткені ішіңізде бала жатқанын білесіз. Күйеуіңізге де айтып түсіндіріңіз оны. Ондай қатты қимылдарсыз барлығы жақсы өту керек. Сондықтан ол да сізге егер гинекологыңыз рұқсат берсе, секске айналысуға болады. Бірақ қатты резкий қимылсыз. Түсінген шығарсыздар мені. Және де қыздар, сіздерге тағы айта өтетін нәрсем, бұл қалай тағамдану керек. Жалпы жүкті қалай тағамдану керек. Көбінесе сіздер біліңіздер, жүкті әйелге 2 есе тағамдану деген керек емес. Яғни сіздер тағамданатын болсаңыздар, бұрынғыдай тағамдағансыздар, бірақ 2 есе, мысалы мен 1 порция, балам үшін 1 порция, өзім үшін деген болмасын. Қанша жегіңіз келеді, қай кезде тоясыз, сол кезде аяқтайсыз. Және де бірақ бұрынға қараған кезде нанның орнында көбінесе алма, көбінесе банан, жаңағы жасыл, мысалы жаңағы укроп, петрушка, салаттың жаңағы листья салаты дейді, соны да қосып жақсы салат жеп отырсаңыздар, міне күшті витаминнің сол кезде, бала әсіресе осы кезде тамақтанған кезде, қыздар сол кезде жақсы тамақтаныңыздар осы кезде. Және де 10-шы аптада қандай анализдер тапсырасыздар. 10-шы аптадан бастап сізді акушеркаңыз звондап, келіңіз анализге деп бастайды. Өйткені 10-шы аптадан 12-13-ші аптаға дейін осы аралық сіздің ең маңызды әйелді жаңағы анализдерге тексеретін уақыт. Сол кезде көп анализ тапсырасыз. Мысалы, айтсақ, олар қан анализі жалпы, және де мочан анализі, және де сіздің резус факторларыңызды және группа крови дейді, қандай группа екенін көп білу үшін. Ертең сіздің жалпы бұл роддомға дайындап жатыр. Және де ең маңызды ВИЧ инфекциясына, гепатит Б-ға, және де сифилиске тексереді. Және де қанның ішіндегі қантты тексеру керек, маңызды биохимический анализ. Егер сізде басқа да ауруларыңыз болса, биохимияның ішіне креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ деген параметрларды қосу мүмкін. Егер сізде барлығы жақсы әйел болсаңыз, тек қана қантты тексеру керек. Және де мазок, астыңызда мазок алып цитологияға жіберу керек. Астыңыз таза деген белгі келу керек, соның барлығы жақсы деген. Және де жаңа қан анализдеріне, яғни инемен алатын анализдерден басқа УЗИ-мен не көруге болады. УЗИ-де жасаған бұл аптада сіз өзіңіз басқа апталарда көбінесе өзіңіз үшін, мысалы, өзіңіз ақылы төлеп, өзіңіз үшін жасайтын болсаңыз, бұл кезде сіз міндетті түрде гинеколог сізді жібереді. Жалпы поликлиникадан сізді ақысыз жіберу керек бұл кезде. Өйткені бұл 2 рет жасалатын УЗИ. Даун ауруына, Эдвардс, басқа да жалпы баланың басы бар, аяғы бар, қолы бар, жалпы барлығы жақсы, бала дамып жатыр өзінің 10-шы аптасына, немесе нешінші аптада жасайсыз, 10-шы, 11-шы, 12-шы, 13-ші, осы 4 аптада, сол аптаға сәйкес барлығы жақсы дамып жатыр деген осындай қағазды сіз гинекологқа апаруыңыз керек. Бұл 10-шы аптада УЗИ өте маңызды. Сондықтан қыздар, бұның уақытын жіберіп алмаңыздар. Көп қыздар, қош мен осы 20-шы аптада барып, роддомға туатын кезде барып тұра салам деген ойда болады. Жалпы жіберіп алады осы уақытты. Бұл ең маңызды уақыт. Сізде балаңыз жақсы дамып жатыр ма? Даун ауруы жоқ па? Басқа жалпы аурулардың кішкентай балаларда, Құдай сақтасын, бірақ болатын аурулар көп. Сондықтан қыздар, бұл аптаны жіберіп алмаңыздар. Жалпы УЗИ-ге баруға тырысыңыздар. Міндеттісіздер деген. Сол қыздар, барлығы жақсы болады. Уайымдамаңыздар. Егер сіздерді қорқытып жүрсем, бірақ 10-шы аптада гинекологтарыңыз шақырғаныңызда міндетті түрде барыңыздар. Және де осы видео ұнаса лайк қойыңыздар қыздар. Өйткені осы жүктілік календарын түсіру өте қиын.
өйткені бұған көп ақпарат жинау керек. Ақпарат тек қазақша ешқандай ақпарат жоқ, әрине орысша, ағылшынша журналдардан, кітаптардан мен аударып отырып жасаймын сіздерге, және де оны микрофонға жазамын, оны монтаж жасаймын. Жалпы сіздер тек менің сөзімді емес, қасында иллюстрация, жалпы суреттер болу үшін суреттер табамын осы аптаға сәйкес. Сондықтан барлық еңбекті егер рахмет дегілеріңіз келсе, комментарийді жазып және де лайк қойсаңыздар үлкен рахмет айтар едім. Қыздар, аман сау болыңыздар.